Менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 44-ші бөлімі. Эбру Жиқанға хабарласты, бірақ Жиқан телефонын алмады. Ал Жиқан ағасы Жанға: "Мені Азра тастап кеткенің жаныма қатты батты. Мен оны қатты сүйемін, әлі де сүйемін" деді. Ал Себен болса Серқаттың Зейнепке үйленіп алған жайлы айтты. Оны Жан да білетінін айтты. "Сендер оны ақтай беріңдер" деп Себен қатты ашуланды. "Апа, Серқат шынымен де Зейнепке қағаз жүзінде үйленген болар. Әйтпесе ол Зейнепті не қылсын" деді. Ал Эбру болса Жиқанға қайта хабарласып, телефонын ала алмады. Сол кезде Зейнеп бөлмесіне кіріп: "Эбру, сен кімге қоңырау шалып жатсың?" деп телефонын алып қараса, Жиқан екен. Жиқанға: "Сүйінші сұрамақшысың ба? Азраның осы үйде екенін айтпақшың ба?" деп ашуланды. Бір кезде анасы мен әкесінің айқайын естіген Зейнеп жүгіріп барды. Ал анасы болса Мұстафаны қалай да үйге алып келем, әйтпесе Мұстафадан айырылып қаламыз деді. Бірақ Ариф оған қатты ашуланды. Болмайды десе де көнбеді. Ал Зейнеп болса ағасы мен Азраның екеуінің арасында бірдеңе бар екенін жайып салды. Бірақ үйдің алдына келіп кеткеннен кейін бәрі бітті деп ойладым деді. Серқат Берақтың үйіне келді. "Ана оңбаған қайда?" деп қатты ашуланды. Ал Берақ болса: "Кімді айтып тұрсың Серқат?" деді. "Тибетті айтам, сенің қаншама көңілдесің бар еді" деді. Қыздарға ашуланып: "Қыздар, оны сендер айттыңдар ма?" деді. "Кім айтқаны маңызды емес" деді. "Қыздар, жүріңдер, менімен бірге кетейік" деді. "Жоқ әке, біз бармаймыз. Сен бізге уәде бермегенің де ғой" деді. Ал Берақ болса отқа май құйып, қыздарды одан сайын қайрап салды. Ал қыздар үйге бармайтынын айтты. Ал Серқат болса Тибеттің менің қыздарым тұрған үйге аяқтарын аттап баспайтын болсын деді. Ал Азра мен Мұстафаның кетіп бара жатқанын Түләй көріп: "Екі ғашық тапа-тал түсті, сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Сендерді Жиқан көрсе не болады?" деді. "Жиқан көрсе көре берсін" деп айтты. "Сенің не шатағың бар?" деп Мұстафа Түләйға ашуланды. Сол кезде Ревика келіп: "Мұстафа, бері кел" деді. "Үйге қайттыңдар" деді. "Апа, Азра бірінші жұмыс табады, сосын пәтер тауып өмірі жаймен болып кетер" деді. Сол кезде Түләй Азраға: "Менің қарызымды қашан қайтарасың" деді. Ал Ревика Азраға келіп: "Үйге жүр енді" деді. "Бізбен тұрасың" деді. Ал оны естіген Азра шоқ болып: "Жарайды" деп арттан келе бастады. Ал Серқат болса Азра мен Мұстафаның екеуі бірге қашып кеткендерін білді. Олардың екеуінің бірге тұрғандарын сырттарынан көріп қойды. Сөйтті де Зейнепке хабарласып: "Есіктің алдына шық" деп телефонды сөндіріп тастады. Ал әкесі Әріп: "Қызым, не боп қалды" деді. "Әке, жай ештеңе болған жоқ" деп сыртқа шығып кетті. Ал Азра мен Мұстафа үйге келе жатқанда оларды Серқат көрді. "Азра, не істесең де ажырасқан соң істе, білгеніңді істе" деді. "Бірақ қазір бұлай істеуге болмайды" деді. Ал Жиқан үйіне келді. Жиқан болса сырттарынан қарап тұрған Серқатты көрді. Серқат ағасының келгенін көріп, бірақ ештеңе деп айтпады. Ал Себен болса Жиқанға: "Енді Азраның бір заты да бұл үйде тұрмайтын болсын" деді. Ал Жан болса: "Сен Азра сені алдап кетсе де тастап кетсе де сүйем дегенің не?" деді. "Аға, мен оны сүйем" деп өтірікті қосып айтты. Ал Эбру болса Азраға ашуланып: "Сен неге бұл үйде қызметшісі бар адам ұқсап отырсың? Бізге көмектес" деді. Ал Ревика болса: "Ол маған не үшін көмектесу керек? Қызым да емес, келінім де емес" деп ашуланды. Ал Хаял болса тығылып тоңазытқыштан шоколад жеп жатты. Оның тығылып тамақтанып отқанын анасы Берақ көріп қалып: "Хаял, не істеп жатсың?" деді. Сол кезде: "Міне, мына тамақты да же, мынаны да же" деп Берақ қатты ашуланды. "Сендер неге менен қорқып тұрсыңдар?
деп ашуланды. Сендерге тамақ бермей қойсам, Зейнепке барып жауап жасайсыңдар ғой. Зейнеп әпкелерің етеді. Мен сендерді қатты жақсы көрем, деп жылап жіберді. Ал Серхат пен Жан неге оңаша сөйлесті. Жан Жиһанның мүсәпір күйін көргенін айтты. Иә, мен ондай сезімді жақсы түсінем. Сүйе тұра әйеліңнің солай жасап кеткенін, бірақ тастап кетеді деп ойламайсың, дейді. Ал Эбру болса Азыраға төсек орын салып берді. Сол кезде Азыраға Жихан жаза бастады. Ал оның барлығын Азыра сырттай бақылап тұрды. Ал Эбру Жиханға хабарласып, қандай жағдай болғанын, саған кім дейсті, кім ұрды деді. Жұмыстан шығып кеттім ғой, деді. Ал Азыра болса Эбруға Жиханнан аулақ жүр деп ескертті. Ал Серхат болса Зейнептің бөлмесіне кіріп, Зейнеп шын сүйе тұра уәде беруге бола ма, деді. Уәдеде тұрасың ба, деді. Мен уәдеде тұрам, бірақ маған ондай сұрақ қоймаңыз, деді. Ал таң атпай Зейнеп Серхаттың бөлмесіне кіріп алды. Ал Серхат болса оның неге отырғанын білмей, сен мұнда не істеп отырсың, деді. Серхат мырза, оятып жібердім бе, ұйықтай беріңіз, деді. Жансу Берақтың адамы болса біздің үйленгенімізді де жеткізсін, деді. Сол кезде Серхат күліп жіберді. Ал Кадерді үйге келетін естіген Зейнеп Серхатты құшақтап алды. Екеуі бақыт, деді. Ал Зейнеп те қатты қуанды. Ал Азыра болса үйге қалатын болды. Мұстафа жұмыс тауып беретін айтты. Сол кезде Мұстафа Азыраға 200 лира берді. Бірақ оның 200 лирасын алмады Азыра. Ал бір кезде Азыраның дүниесін, яғни енесі Себим, барлығын бір газелге тиеп беріп жіберіпті. Ал Мұстафа болса риза киіпті. Ал Эбру оның бір газел киімін көріп шошыды. Менде бір шемаданда толмайды ғой, деді. Ал Азыра ол киімдердің керек емес екенін айтты. Ал Ребека бұл заттардың біздің үйге сыймайтынын айтты. Сол кезде олардың бақылап тұрған Түләй мен Эркан оны пайдаланып біздің үйде тұра берсін деп айта салды. Ал Серхат болса Зейнепке, сен менің әйелімсің. Сенің қолындағы сақина, мен саған бриллиант сыйлауым керек, деді. Ал Берақ болса Серхат пен Зейнептің сұхбаттарын көрді. Соны көрген Берақ қатты ашуланды. Мен саған көрсетем, Зейнеп, біреуді масқаралаған қандай болатынын, деді. Берақ қатты ашуланды. Ал Серхат болса Зейнепке бриллиант жүзік сыйға тартты. Осы жүзікті таққаныңды қалайым, деді. Ал Эбру болса Азыраға тиісе бастады. Қашан ажырасуға өтінім бересің, деді. Жақын арада, деді. Ал Азыраға біреу қоңырау шалып, анаңның ауруханада екенін, оның инсульт алғанын айтты. Ал Эбру не болып қалды деп шошып кетті. Азыра Эбрудан ақша сұрады. Жарайды, берем ғой, бірақ мен де сенімен барайын. Жарай ма, деп екеуі бірге шықты. Ал мектепте қыздар Зейнеп пен әкесінің сұхбатын көрді. Ал Зейнепті көргенде түрлері қашты. Қыздар, сендерге не болды? Көңіл күйлерің жоқ қой, деді. Әкем екеулерің берген сұхбаттарыңды көрдік, деді. Шынайы сияқты ғой, деді. Демек біз өз рөлімізді шынайы орындап шықтық, деді. Ал қолында бриллиант жүзікті көрген қыздар, жүзікше, деді. Ол жүзікті мен саған бере салайын, деді. Елкейімге ажырасқан соң, деді. Кадердің бүгін үйге әкелетіндерін айтты. Оны естіген қыздар қатты қуанды. Кадерді алып кетуге бізде барсақ бола ма, деді. Әрине болады, деді. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркелеміз.